Ассалаумағалейкум. Парламентте соңғы аптада дін тақырыбы қатты көтеріле бастады. Бір емес бірнеше депутат жастарды арбайтын жат ағымнан қауіптенді деп дабыл қақты. Соған қарағанда билікте әсіресе діншілдермен жасырын соғыс жүріп жатқан сияқты. Қазір енді сөздің бәрі екі сатанған президент Нұрсұлтан Назарбаевқа тиіп жатыр. Бұған дейін 30 жыл неге үндемей келдіңдер деп кейде сұрағың ақ келеді. Ал бұл жолғы дүмпу өткен айда Ринат Зайтовтың алаяқтардың 80%-ы намаз оқитындар дегеннен басталған анық. Сонымен дінге қатысты парламентте кім не деді? Алғашқылардың бірі болып мәжіліс микрофонынан депутат Ермұрат Бәпидің дауысы шықты. Діншілдерді елде құттыртқан Нұрсұлтан Назарбаев деп кесіп айтты. Ақордадағы билігі қолына шығып бара жатқандықтан патша халықтың жанды жерін басты. Қазақ өзі дін, тіл, жерге қатысты қандай ақпарат шықпасын ауыр қабылдайды ғой. Соны пайдаланды. Мұның бәрін Назарбаевтың немере інісі Қайрат Сатыбалдының қолымен істеді. Ал Қайрат Қазақстандағы қысқа балақтыларды уысында ұстап келгенін бәрі біледі. Жасыратыны жоқ. Уақытында елге танымал азаматтар, оның ішінде депутаттар да қоғамға салафизм мен арабизацияны енгізуге тырысты. Жақтаушылар іздеп, қолдаушылар тапқандар да бар. Сондай-ақ мемлекеттік биліктің өз ішінде де уахабизм мен жат ағымдарды насихаттауды қолдайтын лауазымды қызметкерлер бар деген дерек менің құлағыма жетті. Мәжілісте айтылатын депутаттық сауал регламентпен реттеледі. Депутат сөзін 5 минутқа шақтауы тиіс. Алайда Бәпидің айтқандары құлақтарына жақты ма, микрофоны өшіп қалса да қайта жалғастыруға рұқсат етілді. Микрофонын қоссыңыз депутат Бәпидің. Осыған қарап, шынымен де бұрын дін мен билікті былықтырып жүрген шенділерге қарсы соғыс басталғандай ма? Қалай өзі? Бәпидің сөзінше шал кет деп алғаш айтқан сол екен. Өйткені Назарбаевтың жүйесінен көресіні көрген адаммын дейді. Бұл әңгімені 2009-дан бастадық шалгеттігі. 2010-нан бастадық. Енді көрген дұрыс көрермені сіздерге Ермұрат Бәпи жайлы бірер сөз. Өзін бұрыннан оппозиция ретінде танытып жүрген Бәпи бұған дейін жалпы социал деген партияның төрағасы болған. 4 жыл бұрын партия сапындағылар Ермұрат Бәпиді қуып шыққан еді. Партияда жүрген кезінде парламенттегі орны арман болған Ермұрат Бәпи биыл бір мандатпен анау-мынау емес Алматы қаласынан сайланып алды. Енді келгеннен бастап Назарбаев атын тарихтан өшіргісі кеп жүргендердің бірі осы. Діншілдер төңірегінде әңгіме қазір от алып тұр. Депутаттар да осы кезде көзге көрініп қалғысы келеді. Абайсыз айтқан сандыра орындалады деген Ермұрат Бәпидің мәжілісте айтқан сөзінің жаны бар сияқты. Ол сөзімен нөкіп өткен Қайрат Сатыбалдының қасында намазхандар көп жүретін. Өздерінше халыққа көмектесіп, мешіт аша беретіндері тағы бар дейді. Бекболат Тілеухан, Мұхамеджан Тазабековтан бастап Назарбаевтың немере інісінің жанынан шықпайтын. Әбіштер әулетінің билікті жақсы көретінін білеміз. Заманы дүркіреп тұрған шақта ең бірінші болып елге арабизм мен уахабизмді әкелген солар дейді. Ал олар Нұрсұлтан Назарбаевтың демеуімен жұмыс істепті. Өйткені ол кезде экс-президент билігін 30 жылға сақтау үшін бәрін жасады. Әрі сол топтардың негізгі ұстанымы патшадан пұт жасау болатын. Ермұрат Бәпидің сөзіне сүйенсек, Батыс пен Ұлытау, Алматы облысында теріс ағымның жетегінде жүргендер көбейіпті. Одан қалды шенді шенеулерден бастап сақал өсіріп балақтарын кесіп алған дейді. Бұл үрдісті тоқтатпасақ жағдай мүшкіл. Жат ағымдағылар елдегі күллі бизнесті жаулап алған деді. Мәжілістің отырысында бірден 3 депутат дін мәселесіне сауал жолдады. Оның бірі айтыскер Аманжол Әлтаев болды. Ол әлеуметтік желіде жастарды желпіндіріп, жат ағымға сүйреп жүргендердің көбейгенін айтты. Ұрпаққа тура жол көрсетпесек, ертең қазақ ұлтының діңгегіне құрт түседі дейді. Уақапшылар мен діншілерді тергеп жүрген ұлттық қауіпсіздік комитеті деген бар емес пе бізде? Солар таратқан мәліметке сай қазір 80 мың жас теріс ағымды насихаттайтын TikTok желілеріне тіркелген екен. Осы орайда заңды сұрақ туады. Егер елде сонша теріс ағымды насихаттайтын каналдары болса, онда неліктен олардың атауларын жарияламасқа? Ермұрат Бәпи ескі жүйедегілер қазір билігін сақтау үшін дінді қолдана бастады деді. Сөзінің жаны бар ма дерсіз? Олай болса, дін арқылы үстемдігін орнатқысы келгендер әбден былықтырып жатыр. Барлығына уақыт төреші. Біздікі тек бабадан келе жатқан салих дінге кір келтірмей сақтап қалу.